Бүгінгі келген сұрақтың реті бұл отбасын құру жайында келген екен. Және соған қатысты 5 ереже, қағида жайында айтсаңыз деген мағынада. Бұл өте орынды сұрақ, құрметті жастар, құрметті ата-аналар. Өйткені жалпы біз мектеп қабырғасында 11 жыл білім алдық. Ол жерде біз оқу, жазу, сызу, алу, көбейту деген мәселені үйрендік. Соны 11 жыл уақытымыз кетті. Әрмен қарай 4 жыл жоғары оқуды білім алдық. Ол жерде бізді тек қана бір мамандықты игеру үшін ғана оқыдық. Оған 4 жыл уақытымыз кетті. Отбасылық мәселеде дайындық 0. Ешқандай дайындық жоқ. Ал бірақ сол есейген балаңызды немесе бойжеткен қыз балаға кейде жеңгелері сондай әзілдес болса да тұрмысқа шық, немесе ұл балаға үйленбейсің ба деп айтып жатады. Бірақ оны ешкім сұрап жатқан жоқ, қаншалықты дайын екендігін. Енді бірінші мәселе дайындық деген мәселеден бастау керек. Дайындық кімдерден басталады? Ең бірінші сол жастардың ата-аналары дайын болу керек. Мысалға айтатын болсақ, сол жігіттің ата-анасынан бастайық. Өйткені ол дайындық деген көбінесе бізде осы тойдың көрінісінде ғана өтіп жатады. Тойды қайда жасаймыз, қандай тойхананы, кімдерді шақырамыз, неше адам шақырамыз, деген секілді осындай көрініспен ғана шектеліп жатады да, дайындық деп соны айтып жатады. Әрине, той ол өз алдына, бірақ негізгі дайындық сол жігіттің әкесінен бастайық. Сіз құда болайын деп жатсыз. Сіздің ұлыңыз ер жетті, біреудің әлпештеп, мәпелеп өсірген қызын келін қылып алып келіп жатыр үйіңізге. Сіз енді сол әулеттің атасын айналасыз. Енді өзіңізді соншалықты дайындық үстінде болуыңыз керек. Ертең келін келген күннен бастап сіз сол әулеттің биіне айналасыз. Би бұл әулеттің кәдімгідей ақылын айтып отыратын, тоқтамын айтып отыратын, нүктесін қойып отыратын үлкен абыз ақсақал дейді қазақ оны. Соған дайындалу керек. Ал екінші дайындық көретін кісі жігіттің анасы. Сіз алай берсе, ертең сол балаңыз үйленген сәттен бастап сіз енді сол әулеттің апасына айналасыз. Шыны керек, сіздің де әлпештеп сондай ерке балаңыз болса, ол келе жатқан біреудің ерке қызы. Мұны қазіргі күнде көп жастарымызды қарап отырмыз. Жалпы отбасылық өмірге көп дайын емес. Оны сол күнде қабылдаңыз. Яғни тойға осынша шығын кетті, көрейік қолына не келеді екен, ол қыз бала қаншалықты біздің әулетімізге сіңізеді екен деген сынмен күтпеңіз. Өйткені ол кәдімгідей оны ашық айта аламыз, қазіргі күнде жастар дайын емес, жалпы отбасылық өмірге. Сол себепті сол баланың анасы ретінде сіз соны барынша өзіңізді дайындаңыз. Ертең соның башқан кезде дайындықсыз сәттерін көзін жұмып қарауға, барынша соны үйретуге, өзіңіздің сол қанша жылдық тәжірибеңізді сол балаға бойына сіңіріп, соны қаншалықты бере аламын деп анасы ретінде өзіңіз дайындаңыз. Неге? Өйткені бір қуанышты сәт келе жатыр отбасыңызға, сіздің ұрпағыңызды дамытатын, көбейтетін ана келе жатыр. Яғни сіздің немерелеріңізді әрмен қарай шөберелеріңізге сондай бас болатын ана келе жатыр. Алла Субхана тағала сондай адамды жат жерде дайындап, әбден пісіліп жетілгеннен кейін, оны Алла Тағала сіздің әулетіңізге нәсіп етті. Соны ана ретінде соны былайша көңіліңізді кең қылып өзіңізді дайындаңыз. Қандай жағдай болса да мен оны қалай да болсын соны әулетімізге сондай сіңіп кетуіне үлес қосамын деген сондай ниетпен өзіңіз дайындасаңыз, онда ол қыз бала өте жеңіл болады сіздердің әулеттеріңізге сіңіп кетуіне. Одан кейін дайындық жасайтын кісілер сол жігіттің ағалары немесе әпке қарындастары. Жаңадан келін келе жатыр, дайындалыңыздар сіздерді. Қазақ айтады, ауру астан, дау қарындастан дейді. Сол себепті бұл қарындасы жігіттің немесе әпкелері ол келінді сынауға емес, бәлкім оны да сол сіңіп кетуіне үлес қосамын деп дайындаңыз өзіңізді. Негізінде ақиқатында келген кезде ол үй сіздің үйіңіз емес. Қыз бала ол жат жұрттық дейді қазақ. Негізінде ол келін енді өзінің үйіне енді келе жатыр. Ал қыз баланың үйі ол болашақта сіздің кететін, тұрмысқа шығып кететін жағыңыз, сіздің үйіңіз сол жақ болып есептелінеді. Сол себепті сол келе жатқан келінге дайындықпен болу керек. Енді екінші дайындық жасайтын кісілер бұл қыз баланың ата-анасы, жаңа айтқан қыз баланың ағасы, қыз баланың жеңгелері. Қыз бала ертең барған жерінде тастай батып судай сіңіп кету үшін оларда дайындық жасау керек. Қыз балаға жақсылап тәрбиесін беріп, жеңгелері жақсылап өсиетін айтып,
осылай отыратын болса, әрине бұл дайындық деген осындай форматта болады. Үшінші дайындық жасайтын адам бұл жаңағы жігіттің өзі және келе жатқан қыз баланың өзі. Бұлар қатты дайындалу керек. Дайындалу қалай? Жігіт, ер азамат түсіну керек, ол кішігірім бір мемлекет. Бұл отбасы біліңіз, ол бір мемлекет. Сіз оған дайындалыңыз. Ол мемлекетке жауап беретін бір адам бар, сол мемлекеттің патшасы, ол сіз боласыз. Сонда әрбір отбасындағы отағасы ол патша болып есептелінеді. Соған жауапкершілік көптеген артылды, яғни ол жігіт оны сезіну керек. Қалай да болсын, сіз оған жауап бересіз. Біреуге жауап қоюға болмайды, өзі солай болды, тыңдағысы келмеді, жоқ, олай емес. Қалай болғанда да ер азамат сондай өзіңіздің мықтылығыңызды арттырып, отбасылық өмірге дайындығыңызды күшейтіңіз. Ер азаматтарға айтарым, қалай болғанда да сол Құдай қосқан жарыңызды аманатқа қиянат жасамастан, оны содан өсіп-өніп өркендеп, ұрпақ сүю сіздің сондай стратегияңыз болу керек. Ал ол үшін жаңағыдай дайындықпен басталу керек. Қыз балаға дайындық айтылатын нәрсе, сіз сол әулетке бақытты болам деп бармаңыз, ниет олай болмасын, сол әулетті бақытты етем деп барыңыз. Сіз үйіңізден шыққанда ниет солай болу керек. Міне сол әулеттер маған үміт артып, құлағыма сырға салып, құда түсіп, мені қызығып, сұрап, қолымды алып жатыр. Енді мына жақта ата-аналарым әулетіме сөз келтірмейін деген сондай жан дүниесін дайындап бару керек қыз бала. Мен осындай жалпылама айтқанда дайындықтан басталынады бұл мәселе. Сол кезде Құдай қаласа ол бірінші ереже. Екінші дайындық мәселесі құдаларға қатысты мәселе. Құда деп атқаны бұл ата-ана, жігіттің ата-анасы, қыздың ата-анасы. Құдалар мәселесі не ол десеңіздер, мынау көбінесе екі жақта той істеу рәсіміне кірісіп кетеді. Бірақ өмірде мен көптеген жастардың өміріне араласқан сәттер болды. Оның көпшілігі сол ұрыс-жанжал жетіспеушіліктен басталынған. Мен айтар едім, қазіргі күнде ұсыныс ретінде сол жігіттің ата-анасы да, қыздың ата-анасы да өздері келісіп алса. Жалпы сондай 500 адамға той істеп шашылғаннан көрі айтарым, бұлар келісіп, сол ортақ бір пікірге келіп, ақыр той жасап жатыр екен қыз жақта. Сол жігіттің ата-анасы қыздың ата-анасымен сөйлеседі, сіз тойыңызға шығынданбай, сол жаңағы шығынды ортаға тастаңыз. Мен де ортаға артығымен қосып тастайын. Балаларға бір бөлмені осында үй алып берейік. Бір бөлмесі үй алып берейік. Әрмен қарай өздерінің мамандығы бойынша табысына әрмен қарай үй болып кетсін деп осындай екі жақ түсініп, оны осылай жасау керекті. Ал жаңағыда тоймен шашылып, қарызданып, әрмен қарай жаңа жастардың өзіне салмақ түсіп жатыр. Әрмен қарай қарасаңыздар, не отбасы кете шайқалып жатқан сәттерді біз көріп жатырмыз. Сол себепті құдалар бір-бірімен түсінікпен қарап, барынша, әрине ол той енді негізгі өзінің ағайын туыстары, яғни жігіттің де, қыздың да негізгі сол қыз балаға қатысы бар шағын ғана адамдардың басын қосып, бір дастархан жайып, той өткізуге де болады да. Бірақ негізгі 500 адамға кететін шығынға, одан көріп балаларға айтқанымдай бір бейім болып қалсын. Өткен тойда қараса бір-біріне жаңағыдай кәделерін ұсынып жатады, бір-біріне алтын, бриллианттарын тағып жатады, басқарып жатады. Адамдарға көрсету кейде форматтар дамып кеткен секілді қоғамда. Әрине бәріне топырақ шашпаймыз. Бірақ дегенмен бұл қазір қараса сол жастардың бақытты болуы емес, екі жақта бір-біріне дүниесін көрсетіп, сондай бір бәсеке кейбір жағдайларда көріп жатамыз. Сол үшін айтарымыз, демек, жастардың осындай отбасы болуына осы нәрседе ықпалын жасап жатыр екен. Үшінші мәселе, құдалыққа қатысты мәселе. Жігіт жақтан да, қыз жақтан да біздің қазақ дәстүрі бойынша құдалық деген мәселе бар. Құдалыққа 22 адамнан тізімін жасап жатады. 22 адам барады, жақтан 22 адам келеді мына жаққа, сонда 44 адам. Айтарым, сол құдалыққа баратын кісілерді кішкене сезіну керек. Өйткені құдалыққа барған адамдар, келген адамдар білсін, сол жастардың отбасына бақытты болуына үлес қосатын адамдар. Яғни соған жауап бересіздер. Барып бір-біріне жаңағыдай кәдесін, сыйлығын алып пайдаланғаннан кейін, біліңізде сол 44 адам өздері бірігіп алып, жастар егер жаңағыдай түсінбей жатса, сөздер жараспай жатса, бірақ жаңа 44 адам бір-бірімен мықты болу керек. Олар кездесіп, қалай да болсын, әркім өзінің баласының сөзін сөйлеп кетпей, бәлкім сол құдалықтағы барған келген адамдар соның жолын ізденсе, әркім өзінің баласына дұрыс бағдар айтып отырса, ол жастар қайда барады? Өйткені олар бір-бірін ұнатып қосылғаннан кейін, әрмен қарай қайттан қосылып кете береді ол жастар. Сол үшін құдалыққа баратын адамдар оны сезініп барсын, келетін кісілерде сезіну керек. Яғни жауапкер адамдар. Және неке қиған кезде біз айтамыз, куәгерлер біліңіздер, бұл аманат, жауапкер адамдар сіздер білдіңіздер ма? Ертең
қандай да бір ұрыс жанжал түсінбеушілік болса, сіздерді куәгер ретінде шақырамыз деп, оны некеде біз көп ескертіп жатамыз. Міне сол құдалық мәселесінде де сол жастардың жалпы отбасы болып кетуіне осы мәселеде ықпал жасайды. Және төртінші мәселе, сол отбасы мықты болып кету үшін көңіл бөлу деген үлкен қағида бар. Көңіл бөлу керек. Ер азамат білсін, аяулап өсірген біреудің аманат қызына көңіл бөліңіз. Өйткені ол сіз үшін келді осы әулетке. Мына Бауыржан Момышұлы атамыз айтады ғой, батыр деп мен сол қыз балалар айтады деп айтқан ол кісі. Өйткені қыз бала өзінің туып өскен үйінен, ауылынан жырақта мүлдем танымайтын жат жерге барып, солардың адамы болып кетеді деген да, солардың бір әулетінің бір мүшесі болып кетеді деп айтқан. Біздер ер азамат ретінде ондай істей алмаймыз деп айтқан да Бауыржан атамыз. Демек сол қыз бала сол әулетте сіз үшін ғана келді, жігіт оны түсіну керек. Демек сіз сол қыз баланың үмітін ақтаңыз. Қалай да болсын, оның көңілін аулап, оған көмек керек. Өйткені ол жат жерге сіңіп кету үшін оны сынайтындар көп. Қалай болғанда да оны оңаша қалып, көзіңізді қысып қойып, әзілдесіп, сіз оның шынымен сол жақтасы екендігіңізді сезіндірсеңіз болды. Қыз балаға керегі сол. Қыз балада көңіл аударыңыз жігітіңізге, өзіңізді дамытыңыз, әдемі тамағыңыздың мәзірімен, көрінісіңізбен, басқасын басқа. Осы екеуі бір-біріңізге көңіл бөлу тек қана дамыта беріңіздер, иншалла осындай үлгілі отбасы болуларыңызға осы мәселе септігін тигізеді. Соңғы 5-ші жалпы ереже, құрметті жастар, отбасы құрған жастарға айтарымыз, мынау отбасыңызда болып жатқан әңгіме, арадағы мәселе, түсінбеушілік, басқа мәселе сыртқа шықпасын. Ал сырттағы нәрсе ішке кірмесін. Өйткені бұл қазір бір-біріңіздің тыңдамайтын болсаңыздар, көңіл бөліп оны сол мәселені екеуіңіз ғана шешпейтін болсаңыздар, бұл әңгіме сыртқа шықса, сыртта оны адамдар өздерінің өміріндегі тәжірибені қолдана бастайды. Бірақ біреудің отбасындағы мәселе сіздің отбасыңызға келмейді ол. Ол мәселені шеше алмайды. Былайша айтқан кезде сіздің Lexus деген автокөлігіңіз бар, сол сынып қалды деп айтайықшы бір запчасы. Сөйтіп көршіңізден сұраса, оның Toyota деген көлігі бар да. Ол Toyota деген көліктің запчасы Lexusқа келмейді. Сол сияқты сіздің отбасыңыз ол Lexus, оның запчасын тек қана өздеріңіз ғана дамытасыздар, отбасы сіздер ғана шеше аласыздар. Ал сырттағы біреулердің әңгімесі, біреудің өміріндегі тағдырындағы мәселе керісінше кері әсерін тигізіп жатады. Яғни отбасыңыздың және бір-біріне жақындатпай, керісінше әрмен қарай ошығып кетуіне де осындай септігін тигізген сәттерді біздер куәгер болдық. Сол себеппен осындай 5 жалпылама айтқанда ереже бар екен, осы жастардың отбасы құрып, әрмен қарай осының бақытты, баянды болып кетуіне себебін тигізетін осындай 5 ережені айтып шықтық. Алла Тағала осы жастарымызға некелерін баянды етсін, неке құруға ниет қылған жастарымызға салихал жарларды нәсіп етсін. Алла Тағала баршамызға өзі жар болсын.